Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Мақсаты Абай Құнанбайұлы туралы оқып, даналығын сипаттап айта алу. Сегодняшняя наша тема Абай Құнанбайұлы великий поэт. Жаңа сөздермен таныс болайық. Құжат, документ, баспа, издательство, қолжазба, рукопись, мақтаныш, гордость, ұлы, великий, ақын, поэт, жазушы, писатель. Сонымен экрандағы суретке қараңдар. Қалай ойлайсыздар? Бұл ата кім? Как вы думаете, кто же изображен на картинке? Иә, оқушылар, дұрыс айтасыңдар. Бұл біздің ұлы, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы. Правильно, дети. Это наш казахский великий поэт Абай Құнанбайұлы. Енді келесі тапсырмаларыңыз. Абай қандай адам? Следующее задание. Дополните данную схему, отвечая на вопрос, какой он человек. Иә, балалар, Абай Құнанбайұлы жанашыр, шыншыл, мейірімді, адал, сабырлы, жомарт, дана, білімді, еңбекқор, данышпан адам. Жарайсыңдар, балалар. Келесі мәтінді бірге оқиық. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Ол қазақ халқының мақтанышы. Абай атаның қолжазбалары бізге жеткен мол байлық және маңызды мәдени мұра. Абай атамыз адамгершілік, достық, мейірімділік, білім, табиғат туралы көп жазды. Біз бұл туралы мұражайда сақталған құжаттардан білеміз. Біз Абай атаның өлең, әндерін ата-әжелерімізден көп естиміз. Олар бала кезден Абай атаның өлең, әндерін жаттап өскен. Абай атаның өмірін Мұхтар Әуезов зерттеді. Абай ата туралы әңгімелерді жинады. Кейін Абай жолы кітабын баспадан шығарды. Келесі тапсырмада оқыған мәтіннен қандай сұрағына жауап беретін сөздерді теріп жаз. Екінші тапсырма, мәтін бойынша көршіңе сұрақ қой. Ол үшін алдарыңызға үлгі берілген. Итак, выполните задание. А. Из текста выпишите слова, которые отвечают на вопрос «какой?». И второе задание. Задай несколько вопросов по тексту своему соседу, используя данный образец. Тамаша, оқушылар, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, проверьте себя. Келесі тапсырма. Абай атаның өлеңдерін оқып, өлеңдерге ат қой. Мағынасын үлгі бойынша талқыла. Сейчас мы прочитаем стихи Абая, дадим название стихам, обсудите значение на примере и запишите объяснение. Сонымен алғашқы өлең жолдарын тыңдаймыз. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кес, нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. На русском можно сказать так. Лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век, лишь знание светоч сердец, людей суди по уму, но не по облику их. Тамаша, балалар, олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Сонымен, менің ойымша, өлең өнер білім туралы. Себебі өлеңде талап, нұр, көкірегі деген сөздер кездеседі. Абай атаның ойынша, білім талапты, саналы адамдарға түсінікті.
То есть я думаю, что это об искусстве и знании, потому что в стихотворении есть такие слова, как стремление, свет, образованность. По мнению Абая, знание понятно только тем людям, у кого есть сознание и стремление. Енді өлеңнің атын білесіздер, иә? Абайдың өлеңі білімдіден шыққан сөз. И, конечно же, название этого стихотворения «Да будет слово мудреца» Абай. Келесі өлеңімізді оқиық. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап, келіп қалды. В белой шубе, плечист, висят снега седой, слеп и нем, серебристой большой бородой. Враг всему, что живет с омраченным челом, он скрипучий шагает зимой снеговой. Бұл өлеңнің аты «Қыс». Это стихотворение называется «Зима». Сонымен тапсырмамызды орындайық. Иә, балалар, өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Бұл мен ойымша өлең қыс мезгілі туралы. Себебі өлеңде ақ киімді, ақ сақалды, ақ қырау деген сөздер кездеседі. Абай атаның ойынша қыстың өз ерекшеліктері бар. Я думаю, что стихотворение о зиме, потому что в стихотворении есть такие слова, как белая шуба, серебристая борода, холодный иней. По словам Абая, зима имеет свои особенности. Тамаша, балалар. Енді келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Ответьте на следующие вопросы. Сонымен, бірінші сұрақ. Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбайұлы ақын. Абай атамыз қандай адам? Ол қазақ халқының мақтанышы. Абай ата не туралы жазған? Абай атамыз адамгершілік, достық, мейірімділік, білім, табиғат туралы жазған. Абай атаның қолжазбалары қайда сақталады? Абай атаның қолжазбалары мұражайда сақталады. Абай ата туралы кітапты кім жазды? Абай ата туралы Абай жолы кітабын Мұхтар Әуезов жазды. Балалар, үйге тапсырма, қыс өлеңін жаттау. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.